саламатсыздар ма? Бүгінгі сабақтың тақырыбы білім мен ғылымның өзара ықпалдастығы, Қазақстанның білім жүйесіндегі интеграциялық үрдістер, олардың жай-күйі, дамуы, ғылыми кадрларды дайындау, кредиттік оқыту жүйесінің ерекшеліктері. Еліміз егемендік алғаннан кейін білім негіздерін демократиялық интеграциялық принциптерге орайлас әр баланың жеке дара ерекшеліктері мен қабілеттерін ескере отырып оқытып тәрбиелеу талап етілді. Осы жайттар ұлт мектептерінің жаңа бағдарламаларынан елеулі орын алды. Арнаулы білім салаларына икемі бар балаларға арналған лицей, гимназия, колледж, медреселер сияқты мектептің жаңа түрлері ұйымдастырылды. Қазақстан Республикасының білім беру саласындағы заңдары Қазақстан Республикасының Конституциясына негізделеді. Осы заң және де Қазақстан Республикасының өзге де нормативтік құқықтық актілеріне сәйкес мемлекеттік саясат принциптері айқындалады. Білім беру ісін басқару мемлекеттік қоғамдық сипатта болады. Республикада білім және ғылым министрлігі, оның төменгі атқарушы органдары Қазақстан үкіметінің білім беру саласындағы мемлекеттік саясатын жүзеге асырады. Білім беру жүйесінің құрылымы Қазақстан Республикасының білім туралы заңы негізінде білім беру жүйесінің құрылымы екіге бөлінеді: жалпы білім беру және кәсіптік білім беру. Кәсіптік білім берудің әрбір сатысындағы білім беру мазмұны тиісті кәсіптік бағдарламамен белгіленеді. Мектепке дейінгі тәрбиелеу мен оқыту. Мектепке дейінгі тәрбие отбасында және мектепке дейінгі ұйымда жүзеге асырылады. 5-6 жастағы балаларды мектепке барар алдында даярлау міндетті, және ол отбасында, мектепке дейінгі ұйымда немесе мектепте жалпы білім беру бағдарламаларының шеңберінде жүзеге асырылады. Ол мемлекеттік білім беру ұйымдарында тегін жасалады. Келесі орта білім беру. Қазақстан Республикасының азаматтарына мемлекеттік оқу орындарына тегін орта білім алуға кепілдік беріледі. Орта білім алу міндетті. Қазақстан Республикасының білім беру жүйесінің дамытуындағы 2013 жылға дейінгі бағдарламасының негізінде жалпы орта білім 3 сатылы: бастауыш 1-5 сыныптар, негізгі 6-10 сыныптар, жоғары 11-12 сыныптар аралығында жүзеге асырылады. Жалпы орта білім беретін оқу орнында кезең-кезеңмен алынады. Жалпы білім беретін орта мектептің мақсаты адамгершілігі, әр жақты дамыған өзінің және қоғамдық мүдделерді ұштастыра білетін, халық мәдениетін жетілдіру ісінде өз ұлты мен жалпы адамзат қазынасын тиімді пайдаланып, адамды тәрбиелейді. Қазақстан Республикасының азаматтарына мемлекеттік оқу орындарына тегін орта білім алуға кепілдік беріп, орта білім алу міндеттеледі. Кәсіптік білім беру, колледж. Кәсіптік мектепте оқу мерзімі 2 жыл, кәсіптік лицейде 3 жыл. Ерекше күрделі кәсіптер бойынша, сондай-ақ бірегей жабдықтарға қызмет көрсетуге байланысты жұмыстар үшін 4 жылға дейін болады. Кәсіптік бастауыш білім кәсіптік мектептер мен кәсіптік лицейлерде негізгі жалпы білім беру базаларында алынып, жалпы орта білім алумен ұштастырылады, және де ол еңбек қызметтерінің түрлі бағыттары бойынша білікті еңбек қызметкерлерін, жұмысшы қызметкерлерді даярлауға бағытталған. Ал кредиттік оқыту технологиясы дегеніміз бұл білім беру технологиясы. Өз бетімен білім алу деңгейін көтеру және дара негізінде шығармашылық білімді меңгеру, оқу процесін және білім көлемін кредит негізінде есепке алуды, білім беруді таңдап алған траекториясын регламенттеу болып табылады. Міндеттері: білім көлемін біріздендіруді, оқытуда барынша дараландыру үшін жағдай туғызуды, білім алушылардың білімін тексеруді күшейтуді, білім алушылардың оқудағы шынайы жетістіктерін, оларды тиімді бақылау рәсімдері негізінде анықтауды жатқызамыз. Кредиттік оқыту технологиясының негізгі міндеттерінің ішінде оқытудың интерактивті әдістерін пайдалану, білім беру бағдарламаларын меңгеруде білім алушылардың білімін тексеруге арналған бақылау сұрақтарын жандандыруды атап өткен орынды. Қазақстанның жоғарғы мектебі дүниежүзілік білім деңгейіне жетуге және бірыңғай білім беру жетістігіне енуге ұмтылу бағытында алға қойған мақсаттарға жету механизмі болондық процестің өлшемдерін орындау арқылы жүзеге асырылады. Еуропа елдерінің қолдап отырған Болон декларациясының басты ұстанымдары: жоғары білім берудің 3 деңгейін бекіту, оқыту үрдісін ұйымдастырудың және оқыту нәтижесін бағалаудың еуропалық кредит жүйесіндегі оқытуды енгізу, оқытушылар мен студенттердің академиялық ұтқырлығы, білім беру барысында еуропалық сапа деңгейін қамтамасыз етіп,
жоғары білім сапасын бақылау. Кредиттік оқыту жүйесінің басты ерекшелігі қойылатын бағаның әділдігі мен оның ашық айқындығы, яғни студентке белгілі алдын ала ұсынылған бағалау шкаласы арқылы өзінің білім сапасын өзіне бағалап отыруға мүмкіндік берілуі. Оқу бағдарламасында әрбір пән бойынша 2 немесе 3 кредитке бөлінген. Олардың әрбір кредит көлемінде атқаратын қызметті, міндеттері де айқындалған. Студенттер өздеріне жүктелген міндеттерді уақытылы орындап, ұпай санын арттырып отырмаса, сол пән бойынша жазғы семестрге қалу, тіпті GPA төмен болған жағдайда курсқа көшпей қалу қаупі бар. Көздейтін мәселелер: білім алушылардың білім траекториясын таңдауына ықпал ететін эдвайзерлерді оқу үдерісіне тарту, білім алушылардың оқытушыларды таңдаудағы еркіндігі, білім алушылар мен оқытушылардың әрбір пән бойынша еңбек шығынын бағалау үшін кредиттер жүйесін енгізу, білім алушылардың жеке оқу жоспарын қалыптастыруға тікелей қатысуын қамтамасыз ететін элективтік пәндердің каталогына енгізілген таңдауы бойынша пәндерді олардың таңдау еркіндігі, оқытудың интерактивті әдістерін пайдалану, білім беру бағдарламаларын меңгеруде білім алушылардың өзіндік жұмыстарына жандандыру. Қазіргі таңдағы ғылыми-техникалық прогресс пен өркениетті даму дәуіріне бет бұру кезеңіндегі жаңа қоғамға лайықты саналы, білімді, жеке тұлғаны қалыптастыру бүгінгі қоғамның алдында тұрған негізгі міндет. Сондықтан қандай да бір мемлекеттің білім жүйесінің халықаралық деңгейдегі кредиттік жүйеге өтуінің маңызы ерекше. Ал мына схема Қазақстанның білім беру жүйесі болып табылады. Бүгінгі сабағымыздың грамматикалық тақырыбы бірлік дағды мәнді сөйлемнің етістік, и алу, модаль етістіктер, сұраулықшылау, шақ, жақ формалары арқылы жасалуы, бағалау, пайымдау, қорыту элементтері бар монолог құрастыру, оның мазмұнын кеңейтіп, ықшамдай, баяндай алу. Грамматика етістіктің көсемше тұлғалы түрі и, п бірінші, екінші жақтарда есімдерше жүктеледі де, үшінші жақта арнайы д жалғауы жалғанады. Мысалы, жазады, көреді. Нақ осы шақ қалып етістігінің тікелей жүктелуі арқылы көсемшенің и, п тұлғасындағы негізгі етістікке осы қалып етістіктің тіркесіп келуі арқылы жасалады. Ауыспалы осы шақ и тұлғалы етістіктің жүктеліп келуі арқылы жасалады. Мысалы, барады, айтады. Ал бағалау мәтіні дегеніміз белгілі бір нәрсеге ғылыми сипаттап пікір айту мақсатындағы мәтіндер. Оқырман бір нәрсеге өз пікірін деректермен дәлелдей отырып баға береді. Мысалы, аннотация, рецензия, баға беру элементтері бар мәтіндер. Бағалау мәтінінде объектіге немесе мәтінге баға беруде артықшылығын, кемшілігін және пайдасын жайлы сөз қозғалады. Пайымдау дегеніміз логикалық ойлаудың екі типі: ойдың ақиқатқа қарай ілгеруі білім шеңберінде тәжірибенің мәліметтері мен амалдарын жасайды. Оларды қатаң тиянақталған ережелер бойынша реттейді. Оған қатал анықтылық, болжымайтын жүйкелер, схемаларға ойысуы тән. Мұның өзі құбылыстарды дұрыс топтастыруға, білімдерді жүйелеуге мүмкіндік береді. Пайымдау индивидтің әсіресе аудиторлық міндеттерді орындауға үйреншікті жағдаяттарға ойдағыдай бейімделуін қамтамасыз етеді. Пайымның шектеулілігі оның икемсіздігі мен кесімдігі оның талдап отырған мазмұнынан шыға алмайтындығы болып табылады. Пайымдау ойлау процесінің белгілі бір сатысы немесе ой тұжырымдауының түрі. Басты бір мәселе жауап қайтаруда бір-бірінен туындайтын ой-пікірлер туындысы. Пайымдау ойлаудың алғашқы сатысынан оның тұжырымына өту жолы. Бірақ пайымдау туралы түсініктер бірден жүйеленбейді. Бірін-бірі толықтыра да бермейді. Философия тарихында пайымдауда ғылыми танымға түсініктер бар. Пайымдау құбылыстың себебі байланысын анықтайтын ақыл-ойдың құрамдас бөлігі, тіл табысудың алғашқы деңгейі. Пайымдау тәсілін сипаттау, жинақтау және дәлелдеу түрінде жазылады. Ал енді тапсырмаларға кезек берсек, бірінші тапсырма: экранда тұрған мәтінді оқып, мәтін бойынша жоспар құрыңыз. Бірінші тапсырманы орындап болғанымыз, екінші тапсырмаға кезек берсек, мәтін бойынша диалог құрыңыз. Үшінші тапсырма: сөйлемді жалғастырыңыз. Төртінші тапсырма: мәтіннен тірек сөздерді табыңыздар. Ал бесінші тапсырма: экранда тұрған мәтінді оқып, мәтіннің негізінде бағалау мәтінін құрыңыз.
Келесі 6-шы тапсырма. Білім жүйесі сөз тіркесі бойынша синквин әдісін жасаңыз. Синквин әдісі дегеніміз бірінші жол бір зат есімнен, екінші жол екі сын есімнен, үшінші жол үш етістіктен, төртінші жол зат есімнің негізгі ойы, бесінші жол тақырыптың мәнін ашатын бір синоним сөзден тұрады. Ал соңғы 7-ші тапсырма Қазақстандағы білім беру жүйесі тақырыбында кластер жасаңыз. Тапсырмаларды орындап болсақ, үйге тапсырма. Әлемдегі білім саласының интеграциясы бойынша презентация дайындаңыз. Осымен сабақ аяқталды. Назарларыңызға рахмет.